комикс кітабын менің YouTube арнама тіркеліп, тегін үйреніп алыңыз. Ең алдымен ChatGPT-ге атымтай жомарт мәтін енгізіп, осы сюжетті комикс мәтіні желісінде жазып берші деп промптты енгіземіз. Промптты енгізгеннен кейін комикс тақырыбын жазып, оны әрбір кадрларға бөліп жазып береді. Одан кейін астыңғы жағына тағы да осы сюжет бойынша суреттерге промпт жазып берші деп промпт енгіземіз. Әрбір кадр бойынша қазақша промпт бойынша тапсырмаларды орындап берді. Алайда Gemini бағдарламасы ағылшын тілін жақсырақ түсінетін болғандықтан на английском деп қайтадан тапсырма береміз. Сонда ChatGPT сіздерге ағылшын тіліндегі промпттарды жіберетін болады. Осы промпттарды әрбір кадр бойынша копировать етіп аласыздар. Одан кейін Google Gemini деген бағдарламаға өтіп, не көріп тұрсыздар ма? Сол жерге вставить етесіздерді отправить жасайсыздар. Одан кейін бірнеше минуттар күткеннен кейін сіздің суретіңіз дайын болады. Сол дайын болған суретті өзіңіздің ноутбугыңызға жүктеп аласыздар. Яғни төбе жағында скачать деген функция тұр, соны басасыздар да өздеріңіздің ноутбуктарыңызға жүктеп аласыздар. Жүктелгеннен кейін Canva приложениесіне кіріп, еще деген батырманы басасыздар. Астыңғы бөлігіне қарай түсетін болсаңыздар, обложка книги деген тұр, соны басасыздар. Осыны басқаннан кейін сіздерде жаңа бет пайда болатын болады. Осы жерде сол жағында дизайн, элемент, текст, загрузки деген функциялар тұр. Загрузкиді басасыз, загрузить файл дегенді басасыз да, жаңағы Geminiмен жасаған фотомызды енгізетін боламыз. Одан кейін осы фотоны үстінен бір рет бассаңыз, жаңағы бос тұрған бетке өткізеді. Одан кейін 3 нүктенің үстінен басып, астына қарай установить изображение как фон десеңіз, осылайынан толық обложканы сол сурет алып тұратын болады. Немесе өзіңіздің қалаған бөлігіңізді енгізуге болады. Мен сіздерге қазір дайын бөлімін көрсетемін. Осы атымтай жомарт әңгімесіне жасалынған комикстің әрбір беті сіздерге көрсетіліп тұр. Текст бөлімде добавить текстовое поле деп текст жазуларыңызға болады. Элемент деген бөлімнен өздеріңізге элемент алуыңызға болады. Дизайн деген бөлімнен өзіңізге дизайндарды алуыңызға болады. Осылайынан барлық бөлімін толыққанды жасағаннан кейін поделиться дегенді басасыздар. Одан кейін скачать дегенді көріп тұрсыздар. Осы скачать и стандартный PDF файл. Именно осы PDF файлда скачать етіп алуларыңыз керек болады. Жүктеліп болғаннан кейін Google-ға Hazen Flipbooks дегенді басатын боласыздар. Осы Hazen Flipbooks ашылғаннан кейін өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Одан соң загрузить дегенді басып, жаңағы PDF файлды енгізетін боламыз. Бірнеше минуттардан кейін сіздердің электронды комикс кітаптарыңыз толығымен дайын болатын болады. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, жаңағы жасаған атымтай жомарт әңгімесіне арналған электронды комикс кітабымыз толығымен дайын болып шықты. Оқырмандар менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.